Заманауи кимешек тігіп үйренеміз. Өлшемдерін қағазға сызып көрсетейін. Бет ұзындығын 28 см, бет жалпақтығын 3 см. Ұзындығын алды 60 см, артын 80 см қылдым. Дәл ортасына дейін 60 см өлшеп, 80 см-ге дейін өлшейміз. Бүктеме жағым арты болды. Алдына тігіс жүргізгілеріңіз келмесе, бүктеме жағына алдын қылсаңыздар да болады. Енді матаға өлшеп сызып алдым. Кесіп дайындап, осылай төбесін үш бұрыш қыламыз, оған маңдайша тігетін боламыз. Екі оң бетін беттестіріп, алдын тігіп аламыз. Маңдайшасын ұзындығы 29 см, ені 15 см доғалдау қылып кесіп аламыз. Астарын 32 см, 20 см қыламыз. Бұл бет өлшемінің астары. Тігіп, үтіктеп алдым. Енді маңдайшасын тігетін боламыз. Маңдайшасын жаңағы ойық қылып кескен жеріміздің ортасын тауып, маңдайшамыздың да ортасын белгілеп, сол ортасынан бастап тігіп аламыз. Видеода көрсеткендегідей. Бұл кимешекке кез келген мата қаласаңыздар болады. Менікі мынау дубайский шелк матасы. 1,5 метр мата кетті. Осылай маңдайшасын инемен қадап тігіп аламыз. Тігіп келдім. Енді жаңағы астарын беттің несіне бет өлшемінің астына астарлы қылып тігіп аламыз. Менің астарым ені кішірек болып қалды, сіздер ұзынырақ қылсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша осылай тігіп аламыз. Оң бетіне беттестіріп, тігіп, айналдыра тіге шығамыз. Бұл астарлы не үшін керек десеңіздер, иектегі тұрған созылып кетпеу үшін, әдемі тұру үшін тігіп қойдым. Енді осылай шығады. Сыртынан тігіс жүргізсеңіздер де болады. Болмаса астарына полотенке жабыстырып үтіктеп бассаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Вот, дайын. Енді кимешектің астына осындай узор жүргіздім мен.